başımızda. Endi qarab o'rnimizga tayyorlaymiz. Қазір мен сіздерге доп біліп тұру әдісі арқылы үй жұмысын тексеремін, өткен әдісі. Рауан қағып ал. Ой, жарайсың. Рауан, дауыс дегеніміз не? Өкпеге шыққан ауа кедерсіз ұшырамайды. Жарайсың. Так. Ой, жарайсың, Мағжан. Мағжан, ш әріпі қандай дыбыс? Дауыссыз қатқан. Өте жақсы. Жарайсың, Гүлзат. Дыбыс дегеніміз не? Ал әріпті? Көреміз, жазамыз. Жарайсың. Өте жақсы. Жақсы балалар. Түсінген? Я тыңдап отырыңдар. Қос қанатты құс еке, жүреді бұл үстінде. Қос қанатты өзі. Жоқ. Құс сиясы дұрыс айтасың, Гүлзат. О шақ. Алғайдегі о шақ дегенде қандай дыбыстан басталып? О дыбысынан басталып тұр. Я балалар? О шақ. Дұрыс айтасыңдар. Адам дұрыс. Ол адамды кім деп айтамыз? Дұрыс айтасың, Рауан. Ұшқыш деп айтамыз. Біздің қазақтың тұңғыш ғарышкері ұшқышы кім? Білесің ме? Иә. Кім? Балалар. Тоқтар Абаутұлы. Бір сынып оқушылары. Мен қазақ халқының тұңғыш ұшқышы Тоқтар Абаутұлы боламын. Ұшқыш деген әуеге ұшақпен ұшатын адам. Бүгін сендер ұ дыбысын өтіп жатырсыңдар. Ұшқыш, ұшақ, шу сөздерінің барлығы ұ дыбысынан басталады. Дұрыс айтасыңдар. Қанекей, о әрпі балалар мінекей ол бізде қандай түспен берілген? Қызыл түспен. Ол қызыл түспен берілсе, ол қандай дыбыс қайға кіреді? Жуан. Қызыл. Дұрыс. Мағжан, дұрыс айтасың. Ала ғой. Жуан. Қайға кіреді? Дұрыс айтасың. Дауысты және жуан болады екен балалар. Кәнекей бәріміз айтайық. О. Жарайсың. Олай болса, қазір бәріміз о әріпін балалар. Ауада жазып көрейік бірінші. Кәнекей. О әріпін ауада жазайықшы. Енді кіші әрпін. Жақсы. Енді кестес партада жаза қойыңдар о әрпін. Жақсы. Шеш. Шкафқа бар, соқпа, тез. Жақсы. Жүреді аспанда бұл. Қанекей бәріміз. Ол, жүреді аспанда бұл. Мұқияттыңдар. Осы, ұшақ, ұя сөздерінде сөздің басында қандай дыбыс естіп тұрмыз? Бүгін бізді аңсатын сиқырлы әрпімізді болады. Енді дыбысты айтып жатыр. Басын бастап еремін. Қос, жұмыртқа, бұлақтың ортасында келемін. Бұл қандай дыбыс? Құлпынай сөзінде ортасы бірінші буынға кезігіпті. Неше буын? Үш дауысты дыбыс, иә? Үш дауысты дыбыс. Қошу. Неше буын? Екі. Дұрыс айтасың.
басында және ортасында кездеседі екен, иә? Соңында кездеспейді екен. Қандай әріп рауан? Көрсет балаларға. Көрсет балаларға. Қандай дыбыс? Соның ішінде қыдан басталатын сөз. Қармақ. Дұрыс. Сөйлем қармаққа. Мен қармақпен балық ауладым. Өз жарасын. Қандай дыбыс? Дауысты. Соның ішінде Қатан. Жуан. Әрпінен сөз. Ыдыс. Сөз, сөйлем. Ыдысты жудым. Жарайсың. Қандай дыбыс? Зарпын сөз айта ғой. Зымыран. Дұрыс, сөйлем. Топ зымыранда ұштым. Өте жақсы. Жылдан. Балаға көрсет. Тәртінен сөз. Қандай дыбыс? Тарақ. Сөйлем. Тараққа. Мен тарақпен шашымды тарадым. жақсы. Балаға көрсет. Қандай әріп? Қандай дыбыс? Дауысты. О әрпінен сөз. Орындық. Дұрыс, сөйлем. Орындық. Мен орындықта отырдым. Жарай. Айта ғой. Қандай дыбыс? Дауыс. Алма сөзін сөйлем. Мен алмада Алма жеп. жедім. Қандай балаларға көрсет. Сөз айт. Дыбысынан. Радио. Сөйлем айт. Радиоды естідім. Арқылы осы буындардан сөз құрап, біз мына жерге сөз құрап жабыстырамыз. Жақсы ма? Да. Мысалы, қандай сөз шықты? Жақсы, неше буын? Жақсы айтылды. Қоя ғой. Оқи ғой. Шама. Неше буын? Екі. Өте жақсы. Браво.
Hadi. Opa. Anna kava. Жарайсың. Sarı. Kavam. Оқушылар, енді сабағымызды қорытындылайық. Қазір қатар бойынша жұмыс жасаймыз. Мына жердегі сөздерден артық суретті алып тастайсыңдар. О дыбысынан басталатын сөздер ғана қалу керек. Түсінікті ме? Ойланып отырыңдар. Қалған суретті алып тастайсыңдар, тек қана о әрпінен басталатын сөздер қалады. Екінші қатар ортаңғы. Сендер мына сөзді оқып отырыңдар. Оқисыңдар қазір. Жақсы ма? Оқып отырыңдар. Мына қатар дауысты дыбыс ерекшелермен екі сөзге дыбыстық талдау қос және ұзын сөзіне дыбыстық талдау жасап тақтаға дыбыстық талдау жасаңдар. Мына екі сөзге дауыстыдан тез. Жақсы. Енді ортаңғы қатар оқиды. Маған мына бірінші сөзді бір зат оқи ғой. Қос, сосын. Дұрыс, оқушылар. Жақсы. Ары қарай, Роман. Жарайсың. Арман оқы. Әмір. Қатты дауыс. Аха. Жақсы орындаған, тапсырманы жақсы орындаған балаларға сыйлықпен бағалаймын. Жақсы балалар.